Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге қолдың айранын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге айран, сүт, қант керек. Ыдысымызға сүтімізді құйып, жай отта жылытып аламыз. Ысып кетпеу керек. Айранға қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сүтіміз жылыды. Енді айранымызды қосып, екеуін араластырып қоямыз. Бетін жауып, осы жылы күйінде матаға орап, бөлме температурасында 1 күнге қойып қоямыз. Біздің айранымыз дайын болды. Енді қарайық. Осындай болады. Бұны жақсылап араластырамыз. Шіркін, қолдың айранына еш нәрсе жетпейді ғой. Дәмі деген өте керемет, дәмді, тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.